маған жая отырып формаларын кесіп бір-біріне біріктіру арқылы жасадық. Өте қызықты жұмыс екен, өзіме қатты ұнады. Өйткені күнделікті өмірде біз енді балшықпен жұмыс жасамаймыз ғой. Бүгін міне сондай мүмкіндік берді бізге балшықпен жасап көрдік. Өзім оның алдында да глинамен жұмыс істеп көрсем екен деп ойлап жүргенмін. Гончарный всякий нелер. Ал енді өте керемет жұмыс болды. Бізге бір сабақтан тыс бір практика, тәжірибе, не опыт дейді, опыт жинау мақсатында өте керемет жұмыс ұнады маған. Рахмет сізге. Осындай бізге мүмкіндік бергендеріңізге рахмет. Бізге мынау глинаны қалай жасау керек екенін бәрін үйретті. Міне мен өзімше Аружанның үйретуімен керемет пирамида салдым. Маған ұнады. Кәдімгідей ойың бөлініп, қиялға беріліп, өзіңнің шынтаймен жасайсың мынандай жұмыстар. Өз үшін өте керемет. Творчестволық адамдарға өзім жақсы көремін екен. Рахмет көп-көп, тамаша. Маған ұнап отыр осылай жұмыс жасаған. Қағаз қалдықтарынан жасау, суретті әрлеу, біз оған куба клей және бір рет қолданатын қағаз және мынандай түстерді пайдаландық және суретті бояп жабыстырдық. Маған өте ұнады.